Сәлем барлықтарыңызға, менің есімім Айгүл Мопағызы және менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде подкаст. Бұл подкасттың негізгі мақсаты қазақ қоғамда қыздардың, әйелдердің рөлін жоғарылату, оларға сенімділік беру, олардың осы қоғамда өзінің орнын табуға үлесті қосу болып табылады. Бүгін бізде қонақта Нұрасыл Тоқбай мырза, жеке тұлға және кәсіпті жүйелеуші, коучинг. Бүгінгі подкасттың тақырыбы ақша. Яғни ақша қайдан келеді, қайда кетеді, не үшін бізде сақталмайды, неге қазақ қоғамы баймай жатыр, неге біз Форбесте көп емеспіз деген сияқты бір сондай ойларымыз бар. Осы тақырыптарда ой толғау жасасақ. Енді алғашқы сұрақ сол, ақша деген не ағай? Мен соны түсінбедім, ақша деген не екен. Енді өз тәжірибеме келетін болсам, жалпы ақшаны 100% алатын болсақ, оның 95% психология деп айтсақ болады да. 95% психология. Жалпы қаржының тәсілдері, қалай оны қолдану керек, бәрі қарапайым өте. Қазақта айтады ғой, төсегіңе қарай көсел дейді. Табысыңнан шығысың аз болу керек, қарап отырсаң. Қарапайым да. Мысалы, 10-нан 1 бөлігін сақта дейді. Сақтағаннан кейін көбейту үйрен дейді. Инвестиция жасау тәсілдері бар да. Өте қарапайым құралдар. Қарыздан қалай құтылу керек, ол жерде де көптеген тақырыптар бар. Бірақ айтайын дегенім, ең бірінші осы, неге адамдар осы ақшаны көбейтіп, немесе дұрыс қолдана білмейтін себеп, ол 95% ол психологияда. Ол көбінде жастайынан болады, көбіне әке-шешесінің тәрбиесінде бір блоктар кетіп қалады. Мысалы, сен аңқаусың, ақша ұстай алмайсың, сен күштісің деген секілді сондай травмалар кетіп қалуы мүмкін да. Екіншісі, ұстаздардан келеді. Мысалы, ұстаздарда бір оқып жүрген кезде, оларда бір сізге бір ярлықтар қою мүмкін. Қоғамда сізге ярлық қою мүмкін да, бауырларыңыз. Сондықтан одан бөлек бізде өкінішке орай қазір білім саласы осы, мысалы, мектепте де, университетте де білім саласы төмен. Осы ақша жөнінде бізде жалпы біз Кеңес Союзының адамдарымыз ғой, біздің әке-шешелерімізге ондай ақша жөнінде сөйлесу ол жерде айтпайтын еді бізде. Отбасыда ақша жайында айтпайтын еді. Мысалы, кәсіппен айналысып бастаса, ол не дейді ғой, спекулянт деген сияқты, ол кезде ыңғайсыз еді, бәрі жасырын жасайтын еді. Ал қазір заман өзгерді, бірақ баяғы система әлі өзгерген жоқ та, мектептегі. Бізге мысалы отбасы қаржыны қалай қолдану керек, мектепте үйретпейді, оны отбасымызда, ата-аналарымызда білген жоқ. Сондықтан енді бізде бір ғана жол, ол осы тренинг, мысалы, сол бағыттағы эксперттерден ақыл кеңесін алып, сабақтарына қатысып, соны қолдануымыз керек. Енді жаңа психология дегесін жерде біз ол жерде психологпен де кішкене жұмыс жасау керек. Себебі көп блоктар бар. Одан бөлек діни жаққа келетін болсақ, діни жақта да бізде көбіне ақша қайдан келеді дегенде әке-шешеден келеді екен. Егер де әке-шешенің мейірімі болмаса, егер де әке-шешеге бізде реніш болса, онда бізге ақша каналы жауып тұрады екен. Сондықтан біз жіберуіміз керек оны. Әке-шешеге деген кешірім сұрап, өзінің тәсілдері бар, дүниеден өтіп кеткен болса, әке-шешеңіз оған хат жазасыз мысалы. Ал егер де тірі болса, барып кешірім сұрап, сол кезде бізде Алла Тағала берекемізді ашады екен. Береке келе бастайды. Мүмкіндік көп, өте көп, ақша табудың жолдары көп. Оны енді көре алмау, оған дайын болмау адамның өзінде. Психологиялық та, одан бөлек психология дұрыс болса, ода кері әдеттері бар. Болмаса, дұрыс білімі жетіспейді. Немесе ортасы әлі кері тартатын орталарда. Сондықтан ең бірінші ақша не дейтін болсақ, ол психология деп айтар едім. Мен де келсем, өйткені жалпы қыз балаларда ақша, жалпы әкенің рөлі қыз балада ақшаны шақырады екен, негізінде да, солай оқыдым. Ал ананың рөлі қызға успехті, яғни жетістіктерді әкелетін ана екен де. Енді сіз айтып отырсыз жаңағыдай, тренингтарға қатысу керек, психологтарға бару керек, оның бәрі ақша ғой. Яғни бай болу үшін де ақшаң болу керек па? Енді тренингтердің орташа ақшасының, төлейтін ақшасы сумасының өзі 20 мың, 30 мың, сонда бай болу үшін де қалтыңда ақша болу керек қой. Сонда қалай болады ол? Ақшасы жоқ, мүлдем хабар жоқ, бірақ байығысы келетін адамдар не істейді? Ақша тапқысы келетін адамдар не істейді сонда? Енді қараңыз, өмір осындай цикл ғой, былай спиральда. Біз бір жетістікке жету үшін біз бірінші минусқа отырамыз. Мысалы, мен қазір секірсем, осы деңгейге жетем да. Енді секіруші жөнінде мен отырам ғой, значит минусқа кірдім деген сөз. Сосын секіресің, мынаған жеттің да, білдің, білмейтін затыңды білдің.
одан кейін сенде мүмкіндіктер ашылады. Сол секілді барлық нәрсенің құнын төлеу керек. Құны жоқ заттың қадірі болмайды да. Сондықтан енді былай қарасаң, ол шынымен де неге білімді сатып аламыз, бәріне ақша керек деген сөз ғой. Бірақ сол ақшада, мысалы жаңағы 15 мың, 30 мың теңгеде бір кафеге барып та кетіп жатқан жоқ па? Бір отырғанның өзінде 10-15 мың теңге кетеді. 2 рет кафеге бармай-ақ сол неге біз өзіміздің келешегімізге бір жақсы инвестиция ғой білім деген. Неге сөйтіп басқа жерден тыйылып, сол жерге неге алмасқа? Мейлі сен бір апта дұрыс жаңағыдай қыдырма, дұрыс жаңағыдай өмір сапасын сәл төмендет, бірақ сен білімге сол ақшаны бөлші бір рет. Одан кейін сенде одан сайын мүмкіндіктер ашылады, сен одан сайын көбірек ақша табасың. Сенің уже мышлениең басқа деңгейде болады да. Сондықтан ең бірінші құнды дүние ол білімге салған инвестиция, ол өзіңде қалады да. Сондықтан өзіңе білімге инвестиция жасау керек. Оны шығын деп көрмеу керек, оны инвестиция деп көру керек. Яғни оның сіз бірнеше есесін қайтадан қайтарып аласыз, Қайтарып аласың оны. Ал енді мынандай бұрын Сайдмұрат Давлатовтың мынандай кітабын оқығанмын. Сонда ол айтады, бай болу үшін байлар ұқсап өмір сүру керек дейді да. Соны сол кітаптан кейін 30-тарын қарайын, пікірлерге айтты екен. Сонда барлығы күліп келемеш деген да. Яғни менің соңғы ақшама таксиге отырдым, немесе соңғы ақшама барып кафеден барып күшті тамақ жедім дейді да. Сонда оны қалай түсіндіруге болады халыққа? Сонда халықтың санасы төмен бе әлі? Жалпы Сайдмұрат Давлатов дұрыс айтады, жалпы дұрыс. Бірақ көбіне контексті түсінбейді адамдар да. Мысалы, екі таяқтың ұшы бар дейді ғой, сол секілді. Мен де жалпы неге қарсымын? Ақ, қара дегенге қарсымын. Арада баланс деген болады. Давлатов оны не үшін айтты? Шынында сенің санаң түзелмесе, онда сен кедей болып жүре бересің. Санаңды түзе деген сөз ғой. Бірақ бұл жерде жаңа соңғы үйдегі ақшаның барлығын барып кафеге салып таста деген әңгіме емес. Көп ақ қараға салады да, олай болмайды. Бұл жерде жаңа егерде санаңды түзейтін болсаң, мысалы мынандай методика бар да, жалпы жеке тұлғада дамуда мынандай методика бар. Ең бірінші болу, істеу, иелену. Осы жол дұрыс. Көбі былай ойлайды, істеу, иелену, болу деп есептейді да. Ол қате пікір. Ең бірінші адам тұлға болып алу керек сол. Содан кейін барып сол сеніммен істесе, нәтижесі сол жақсы болады да, өзі иеленеді соңында. Сондықтан бұл жерде де Давлатовтың айтып отқаны, бірінші сен санаң бай болу керек дейді да. Сен санаңа рұқсат бер осындай бай бола алам деген. Сен болмай тұрып жасанды сен анан жасай алмайсың. Сондықтан бұл қадамға бару үшін сен сезінуің керек. Бұл жерде тағы екінші құрал кетеді, визуализация. Мысалы, сен қымбат кафеде отырсаң, бір кесе су ішсең де, ол жердегі атмосфера бөлек та. Бұл жерден өзіңе деген бір жақсы атмосфера, бір жақсы сервисті қызметті көру. Өзіңе деген бір күш қуат аласың. Мәшін алғанда да мысалы, біз мәшін қымбат бір джип алғымыз келеді, бірақ ол қайда десек, оны біздің мақсатта жоқ деген сөз да. Ал егерде барып, ақшаң болмаса да бір таза киініп, көлік қанша тұрады, тест-драйв көруге бола ма деп айдап көрсең, ана сезімді ұмытпайсың одан кейін. Сен кәдімгі деген мотивация ұрып тұрады ғой, сол саған кәдімгі күш береді. Ол визуал уже есіңде қалды, сен стадың, кинестический саған уже барды. Сен плюс оның сүгіретін қойып, мақсат қойсаң, ол саған күш береді. Бірақ 100% болады деген сөз емес, ол саған уже күш береді, визуализация, бірнеше құралдарыңды қолданып жатсың да. Мотивация аламыз. Сол сияқты жаңағы дұрыс не қылған. Сосын тағы айтайын деген, кейбір кері пікірлер бар, табысты адамдардың ұстаз адам болады, эксперт адам болады да. Бірақ эксперт ұстаз болмауы да мүмкін. Көбінде былай болады. Мысалы, екіге бөлекші табысты адамдарды. Біреулердің бір Алланың берген қасиеті бар, бойында пысықтығымен бір жақсы кәсібі берекелі жүріп кетеді. Ода шығысынан қарағанда табысы әлде қайда көп, сосын ол қандай кері жаңа нелерін айтады. Сен деген шығынды қарамауың керек, сен деген тек табысқа қарауың керек деп, осы жерде көрдің, ақ қара кетіп жатыр да. Бұл жердегі екі дәрежедегі айтып отырмын ғой, бірінші дәрежедегі табыс ол Алла береке берді ісіне, ода болды, бірақ ол қиындықты көрген жоқ. Ол бартта жаңағы табысты болды, и соответственно ол базовый потребностін жауып отыр ол. Оған қиын емес, ол да көргенін айтады, өз опытын айтады да. Жаңағыдай тиын санамаңдар, брат Алла жаңағыдай бүйтіңдер, сөйтіп мүмкіндік қараң дейді да. Мүмкіндік қараған дұрыс, бірақ жаңа айтады ғой, есебі жоқтың бірдеңе деген мақалдар бар. Есеп бәрін есептеу керек. Есептеген кезде бізде береке болады. Санайтын болсақ, мысалы, тағы мынандай мақал бар.
қадағаланбаған зат өлшенбейді, өлшем жоқ зат дамымайды. Мысалы мен егер де білмесем, бір айлық отбасылық шығыным қанша, квартплат, тамағың, той садақаң, денсаулығың, косметикаң, қыз балдар, тағы басқа, егер де сен ана айда қанша кетті, осы айда қанша, қазір барлық нәрсе қымбаттап жатыр, соған байланысты мен қазір келесі айдағы шығыным қанша болады деген сияқты сенде анализ болмаса, сен просто қадаласың да. Сондықтан жаңағы бірінші деңгейдегі адамдар сондай айтады, бірақ дәл солай деген сөз емес, ол өзінің опытымен айтып отыр да. Сондықтан ақшаны желательно санап, есептеп, дұрыстап, бағдар болған жақсы. Бір жағынан мышлениеңді жөнде, сол образға кір. Мысалы барып, соңғы 20 000 теңгеңді барып кафеге сауып тастама, бір кесе су ал, жетеді, ощущение болады ол жерде. Бір досың шақырып, кофе іш кішкене да. Машина алғанда, тағы басқа үй алсаң да барып, жаңағы қалайтын үйіңді ақшаң жетпесе де барып көріп кет. Соның өзі саған күш береді, мотивация береді да. Сондықтан айтайын дегенім жаңағы, ал екінші деңгейдегі олар қиындықтан шыққан адамдар. Олар жаңа Давлатов ұстаз сияқты да, Сайтмұрат Давлатов, ол реально қиналғаннан кітап жазды да, қалай қарызға баттым, одан қалай шықтым, ол бәрін жазып жүр. Оның жаңа бұрын 150 миллион долларға ма қарызға кіргенде, ол каждый бәрін түртіп дәлелдеп беріп отырды. Мен саған кеше алдыңғы ай төледім ғой деп. Ал егер де оның бәрін есептемесе, ол сотталып кететін еді. Сондықтан есеп бар жерде бәрі цифра. Бизнес тем более цифрамен тұрады, барлығы цифра. Цифра бар жерде береке бар. Мен ақша сақтап білмеймін. Ақша сақтап, меніңше былай, ақша келді ма, ол кету керек, ол өзінің позициясын жасап жатыр деп сөйтіп ойлаймын да. Ол бір жағынан жақсы шығар, бірақ бір жағынан дұрыс емес те сияқты көрінеді да. Өйткені мысалға менде қазір өмірімде бәрі жақсы шығар, тамағым бар, суым бар, жаңағы жұмысымды жасап жатырмын, бірақ менде уже, например, бір қиын жағдай болып қалғанда, Айгүл ақша шығар десе, менде ақша жоқ. Бірақ өмірім идеально да. Ол неліктен? Ол тоже кері установка. Көп кәсіпкерде көбінде байқаймын осы кері установканы. Мысалы кәсіпкерлер мынандай установка алып алған өзіне. Кәсіпкерде ақша тұрмау керек, ол айналу керек, ол айналымда болу керек дейді. Ал бірақ бізде фонд болу керек, фонд для развития. Мынандай кризис айтып келмейді ғой. Егер де екі кәсіпкерді алайықшы, мысалы, біреу белгілі бір негізгі фондтар болады да, келесі айналымға жаңағы фонд болады да, мысалы 2-3 айлық обороты болады, жаңағы бизнес тұрып қалса да әйтеуір айлықтарын беріп не қылатын да. Одан бөлек жаңағындай садақа фонды болса, одан бөлек жаңағындай черный день деген сияқты, бірдеңе деген сияқты фондтар болса негізгі, и ол ақша түскен бойдан ойланбайды, басында шешім қабылдайды, маған қандай фондтар керек, фонд міндетті түрде болу керек. Отбасылық қаражатты да алайықшы, көбі жаңағындай қиын ғой ол жаңа ойлауда, мен ақшам жоқ, қалай мен сақтаймын дейді да, жоқ ақшаны қалай сақтаймын дейді да. Осы сұрақты қойғым келіп отыр. Енді жаңағы ұқсас дүние ғой, ол да жаңағындай ең бірінші айтып отырмын ғой, 95% бізде психология, 5% қарапайым айтады, табысыңнан ең бірінші баяғы кері установка, менің анамда болды сондай бүйтетін, табыс бірінші айлығың ғой, нан ал үйге дейді да, береке болады дейді да. Енді олардың сондай установкасы ғой, шынында ең бірінші біз бәріне төлейміз ғой, барып заправщикке төлейміз газ алған үшін, барып наубайханаға төлейміз нанын алғанымыз үшін, барып жаңағы фермерге сүтін алған үшін төлейміз, жаңағы аэропортқа билет алған, бәріне төлейміз, бірақ өзімізге төлеуге келгенде сақтауға түк қалмайды ғой. Сондықтан кәдімгі қарапайым бізде жаңағы 5% құрал, қарапайым ғой, ең бірінші өзіңе жетсін жетпесін, хотя бы 1%-дан басташы. Мысалы сен 300 000 алсаң, 30 000 теңгеден басташы. Сен бір жерің күйіп түсіп қалмайды. Мысалы кейбіреулер жұмыс жасап жүріп, бір апта 3 күн больничный алады, енді ауырып қалғасын больничный алады. Соответственно, айлықта шықты ғой. Ол өліп қалған жоқ қой, солай айтып бүйтіп жеткізді. Сол секілді сен де сондай установкамен айлық түскен бойдан ең бірінші өзіңе төлеш, жоқ ол ақша жоқ деп есепте, сен өлмейсің, Алла Тағала саған береке береді. Просто сен сақта, содан кейін барып жайлап оны көбейте бер. Әр ай сайын 2%, 3%, 5%, 10%, вообще мощный 50% егер сақтай алсаң да, сол кезде жақсы. Бұл қағида сонда өзгермеу керек, е? Ең бірінші, просто мынандай тәртіпта, ең бірінші өзіңе төле. Ақша түскен бойдан өзіңе төле. Енді давай ақша жағында құралға келетін болсақ, жақсы мынандай нелер бар, тәсілдер бар. Бізде қазір бір жағынан жақсы деп те айтып отыр, бір жағынан өкінішке орай деп те айтып отыр, себебі бізде қазір карта шықты. Карта виртуалды ақша. Ол қолыңда болмағасын, оны бір не сияқты да,
құны жоқ сияқты. Біз анағанда төлей саламыз, төлей саламыз, айдың жартысына келгенде ол ақша жетпей бастайды. Жоқ, қиналып бастаймыз да. Сондықтан метод конверта деген бар. Ол да қарапайым, 5% құралдың ішіне кіреді. Метод конверта просто сен өзіңнің қаражатыңды белгілі бір бағытқа бөл. 7 бағыт па білмеймін. Тамағың, той садақаң, денсаулық, қыдыруың бар, білмеймін. Соған конвертке бөлді, ішінде бір конверттің сен сақтауда алда. Вообще, егер де сен қолыңда ақша тұрмайтын болса, білмеймін, енді біреу харам дейді, біреу кімге қалай алынбайтын депозиттер бар, соған салып қой. Болмаса, білмеймін, бір жерге тығып қой. Әйтеуір андай ячейка бар, 5% салатын ячейкалар бар да. Сондай әйтеуір өзіңнің неңе қарай, установкаңа қарай, сол жерге салып қой, алма. Ең бірінші өзіңе төле, конвертке бөл, мысалы 7 конверт па. Тамағыңа, мысалы сен белгілі бір 300 мың бөлдің ба айыңа тамағыңа, содан бір күнде осындай белгілі бар ақша кету керек та, одан артық. Мысалы, көбірек кетіп қалса, уже сен тоқтаймын. Мысалы, тамақтың алуда тәсілдері бар ғой. Бірінші оптовый азбайтын тамақтар бар. Бір алып аласың да, мысалы 50 мың, 70 мыңға бір алып аласың. Азатын тамақтар бар, олар 3 күн сайын, 2 күн сайын алып тұратын. Сметан, сүт, тағы басқа да, оларда. Бұл жерде де бізде егерде тамақ алу әдістерін білсек, жақсы да. Қазақта жақсы мақал ғой, төсегіңе қарай көсел дейді да. Мысалы, сенде егерде сен уже біреуге артық беріп қойдың ба, сен уже тамағыңнан тыйылдың. Сен уже қарызға кіресің деген сөз алдағы уақытта да. Уже кредитке кіріп кетуі мүмкінсің да. Сондықтан оны алдын ала установканы жөндеу керек та. Қазақ отбасында дейді, ақша таппайтын адам емес дейді. Сол үшін ба? Мен тұрмысқа шыққанда 4 ай оған дейін өзім ақша тауып, өзім күнді көріп үйренген адамның әке-шешемнен ақша алмай, сонымен 4 ай бойы жолдасымнан ақша сұраған жоқпын, сұрауға ұялдым. Жаңағыдай, сосын менде депрессия болды, стресске түсіп кеттім, еше жұмысқа шықпаймын ғой ол уақытта. 4 ай жұмыс жасаған жоқпын. Қиналып кеттім мен, шыны керек. Ол сосын өзімді бір отбасыда керек емес адам сияқты сезіндім да. Менің сөзім жүрмейді сияқты, менің пікірім ешкімге керек емес. Жаңағыдай өзімше айналада жарқырап жүремін де, үйіме барсам өшіп қалам. Үйге барғым келмейді. Жаңадан түскен келінім болмаса, бәрі жақсы көріп, не қылату керек қой. Ондай сезім болған жоқ та. Сол үшін сұрағаным біріншіден. Сосын бір құрбым бар, ол қыз жолдас ақша табады, бірақ жолдасы сондай, өзіңіз айтқандай, ұрып, соғып сөйтеді екен да. Сосын енді неге кетпейсің десем, ол кісі айтады, ақша беріп отыр дейді. Ақшаны, тамақты сол әкеп беріп отыр, сол асырап отыр, сол бағып отыр. Сол үшін мен сол жерде үйде отыруыма тура келеді дейді да. Менің дипломым жоқ, менің жұмысым жоқ дейді. Мен айтам, жұмыс көп, 2 қолға 1 күрек табылады. Пол жуушы болсаң да жұмыс бар. Яғни балаңды асырай аласың деп та. Енді ондай адамдарға не деп айтасыз? Енді өз тәжірибемде де менің апаларым да көбі сондай болды. Мысалы, нағашы апам, мысалы, анасынан ерте айырылды. Үлкен апасының қолы біздің қолымызда өсті да. Мен мамамның туған сіңлісі ғой енді. Ол да жаңағыдай біреудің үйінде тұрғасын. Енді анам ол кезде өзі жас келін, 18-де. Кішкентай сіңлісінің қолын алып 5 жасар. Мектептен бастап анасы қосап бақты да сіңлісін. Енді ол жаңағы біреудің үйінде болғасын кішкене ығып жүреді ғой. Ығып жүреді, сенімділігі төмендеу болады. Ол кезде енді кеңестің кезінде жаңағыдай кружок нелерге де көп қатыса алмады да, сөйтіп басылып қалды. Сөйтіп өмірде жаңағындай жолдасына келгенде көп шешімдер қабылдауға қорықты, жаңағыдай далада қалып қоямын, ақша таба алмаймын дегенде, ол жерде былай ғой, жас кезінде әке-шешелер қызы ертең сондай күн кешпес үшін сенімділікті беру керек. Жаңағы тағы аталарымыз жақсы тәрбие берген айтады ғой, 5-ке дейін патшаңдай көр дейді, 13-ке дейін құлыңдай көр дейді, одан кейінгі жаста уже дос бол дейді, досыңдай сыйла дейді. Ол сөздің терең мәні бар да. Мысалы, неге 5-6 жасқа дейін біз патшадай көруіміз керек. Патшадай болғанда да, мысалы, ол қателік жасайды ғой, ол жерде де тонкий нелер бар да. Мысалы, ақылды балдар өйтпейді ғой. Сен атаң жақсы болды, өйтуге болмайды, давай көрсетейін деген сияқты да. Оны ит надан деп басып салмау керек та. Көбіне біз басып тастаймыз, мендігі әлсіреп қалады да. Сондықтан мендігін баспауымыз керек та. Ол көкірегі ашық, сөзін, ойын айқын жеткізе алатын азамат болу керек. Ол ертең 1-ші сыныпқа барған кезде ұстазын бірдеңе айтып түсінбесе, ағай, қаттырақ айтыңшы, мен естімей жатырмын, ертең ғой осы сабақты түсінбей қалам деп та. Сөйтіп сөйлей алатын азамат болу керек қой. Көшбасшы ретінде біз баланы тәрбиелеу керек. Одан кейін тағы Марғұлан ағамыз жақсы кеңестер айтады да бала тәрбиесінде. Жалпы
баланы 13 жасқа дейін, 6 жасынан 13-ке дейін түрлі қосымшаларға беруіміз керек қой. Мысалы тігін, роботехника, массаж, шаштараз, тағы білмеймін қандай сала. Қыз балдарды желательно, қыздың несінде балдарда спорт, тағы басқасын. Сол жерде жаңағы ұстазы байқайды ол. Мына балаңның или мына қызыңның қабілеті бар екен, күшті екен деп та. Еще ол топтан үздік болғанда ол өзіне сенімдік, серотонин келеді, ол сенім артады, өзіне сенімдік арта бастайды, соответственно оған ұнай бастайды. Бұл жерде уже Марғұлан ағамыз айтады, түрлі 3 ай сайын қатыстыр дейді, қайсысы күшті жағын таптың, усиляйте сильное дейді да, жақсы тұсына инвестиция жаса. Уже мысалы мен қызымды кезімде дизайнерский оқуға бердім, сол жерден тапты да өзін. Оның алдында ағылшынға бар, түрлі жерге бар да, бассейнге бар, тағы басқа. Бірақ ана жерде үздік кішкене өзінің көрсетті, ұстаз айтты, ерекше тікті, икемі бар деген секілді. Содан өзінің көзі жанып тұрды. Сосын мен білдім, мынау соның бағыт екенін да. Сосын қызым айттым, ұнай ма, осы бағытта тағы терең оқығым келе ме? Мен келдім да, оған полный көмектестім. Мектептен онлайнға оқыттым да. Бұлай уақытында мен ұстаз жалдатып, кәдімгі ұстаздың қасына ең мықты бұрынғы менің шәкіртім Алма деген соның қасына беріп 6 ай соның ине істеп көрмегіңіз, сол жерден күшті тігіп кетті. Түрлі киімдер тігіп үйренді. Одан кейін терең оқып, Ақтауда тағы да бір Айгүл апамызға бердік. Қазір соның қарамағында оқып жатыр. Тағы бала тәрбиесіндегі балдарға айтып отырмын, 16 жасқа дейін мен сіздерге көмектесемін. 16-тан кейін бір тиын бермеймін дедім. Өзіңіз табуыңыз керек дедім. Не үшін? Ертеңгі күнде қыз бала егер де ақша тауып бастаса, ол ертең күйеуінің қолына қарап отырмайды. Ол мен болып кету деген сөз емес. Жаңағындай ситуация болса, егер де күйеуі Құдай сақтасын жамандық айтып келмейді, бір аяғына темір түсіп кетіп, или бір ауырып қалса, не қылып қалса, ол өзінің отбасын асыра алатындай жағдайда болу керек қой, сенімділігі болу керек. Қолынан бір түрлі өнер келу керек та. Соған әке-шешелер атсалысу керек құртай күнде. Ал егер де үлгермейтін болсақ, ол ертең тұрмысқа шыққанда жаңағындай проблемалар туындайды да. Күйеу ішеді, ұрады, бірақ кетіп қалуға жаңағындай ақша таба алмаймын деп қорқады біріншіден, екіншіден далада қалып қоямын деп қорқады, жаңағындай сондай блоктар болады да. Адам 3 жағдайда білімді тез алады дейді. 6 жасқа дейін, байқайсыз ба, 6 жасқа дейін бала сөйлейді, жүреді, тілдерді меңгеріп алады. Бар тілдерді меңгереді, дәретін алып үйренеді, барлық затты үйренеді. 6 жыл сонда, 6 жылдың ішінде бірнеше дағдыны үйренеді да. Одан кейінгісі ол тренингте дейді. Неге университетте, лекцияда демейді. Тренинг ол жақсы форматқа, білім алудың жақсы қысқа. 5 жыл университет оқығанша, мысалы, сен қазір оны бір айлық, 2 айлық курстарда үйрене аласың да, тренингтерде, мысалы. Теория, практика, үй тапсырмасы да өте активный өтеді да, қызықты. Ол екінші жағдай. Үшінші жағдай ол жаңағы не? Үшінші сынақтан. Біз енді 6 жастан өтіп кеттік. Енді бізде тек тренинг қалды, және сынақ қалды да. Осы екі затпен үйренеді екенбіз да. Тренингке көп қатысу керек, ол инвестиция. Менде мынандай сұрақ бар да. Менің қолымда ақша тұрады. Менен біреу қарыз сұрайды. Мен ол қарызға мен былай ойлаймын. Менде ақша бар. Қазір бермесем, мен Құдайдың алдында күнәһармын деп ойлаймын, да? Сосын ана ақшаны бергім келмесе де қарыз қылып беріп жіберемін. Енді осы дұрыс па? Қарыз беру керек па, бермеу керек па? Бергім келмесе қалай оны айту керек? Өзің танысыңа, туысыңа оның көңілін жаңағы бұзып алмау үшін. Жалпы қарызға келетін болсақ, өзіңе жетпей тұрып, өзіңді әлі аяққа тұрғыза алмай тұрып, қарыз бермеген дұрыс. Бірақ андай жағдайлар болады, енді тумаласың, қатты ауырып қалды аяқ астынан, шұғыл бір отаға бір ақша жетпей жатады. Ондай жағдайда тәуекелмен берсең болады. Алла разылығы үшін, мен әйтеуір жетім үшем сау, бірдеңе қылып ақша табарым деп беруге болады ондай жағдайда. Ал егерде өзіңе жетпей тұрып, біреу жаңағындай көлік алайын деп жатыр екен, или бір білмеймін, үйге бір iPhone бірдеңе алайын деп жатыр екен, соған жетпей тұр, қарызға берші десе, онда бермеген жақсы. Бірақ көбіне біз жаңағындай автоматын беріп қоямыз. Бұл жерде де дағды керек, дағды. Жоқ деп айтып білу керек. Жоқ деп айту үшін ол шешендік шеберлікте осындай проработка жасайды да, жоқ деп айтудың да. Мысалы, жоқ деп айтуда көп деген тәсілдері бар. Сен алдын ала бір-екі нең болу керек, модель болу керек та, айтатын да. Мысалы, ең бірінші тоқта дейді, ойлан дейді да. Мен жолдасыммен ақылдасып алайын деп сол жібер, мысалы, ол бірінші тәсіл да. Сосын кейін жайлап, ақылың жинап, жайлап айтсаң болады. Бізде осындай шаруалар болып жатыр екен. Алдама, бірақ расыңды айт та, мына баламның оқуына жетпей жатыр, бүйтпей жатыр, сөйтпей жатыр, тек өлшеулі ақша деген секілді да. Мен исламда айтады ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам,
көркем түрде қарыз беріңдер дегенді миыма сіңдіріп алғанмын. Маған қажет болса да сөйтіп бере беретін болып тұрмын да. Сосын өткенде Инстаграмда бір психолог ханым сөйлеп жатыр, қарыз мүлдем бермеңдер дейді. Қарыз мүлдем бермеңдер, бірақ былай қалай кесіңдер енді. Адам ақша сұрап тұр, оған керек болып тұр, сізде бар. Сіз бүйтесіз дейді. Мен бұны сыйлаймын деп. Мысалы, сізде 300 000 теңге бар артық, сізден келіп адам 100 000 теңге сұрады дейді да. Сіз айтасыз, мен бұны саған сыйлаймын. Немесе соның 50 000-ын сыйлай алатын болсаңыз, яғни сіз қарызды ойламайсыз да. Өйткені қарыз беруші мен қарыз алушының энергиясы бірдей болады екен. Қарыз беруші жаңағы тоже ойлап отырады екен, анау менің қарызымды қашан қайтарады екен деп ойлап отырып, энергиясын құртады екен да. Қарыз алушы да сондай бір қиын жағдайда болған соң, ода да энергия түсіп отырады екен. Сондықтан не дейміз? Дейді, жаңағы қарыз беріп жатқанда қарыз бермейміз. Мен бұны саған сыйлаймын. Яғни қайтармай-ақ қойсаң да болады деп айту керек дейді. Бұл қай жағдайда? Бар кезде? Егер сізде бар кезде, бар кезде. Жоқ кезде бере алмайсың. Иә, егер де бар болып жатса, әрине қарызға емес, жаңағындай алып беруге болады. Ақша шақыратын установкалар бар ма? Қандай ақша шақыратын установка бар? Конечно, бар. Мысалы, тағы бір жақсы тәсілмен бөлісейін. Аффирмацияны бәрі айтады да. Аффирмация деген бар, өткенде айтқан. Афформация деген бар. Афформация дегеніміз, мысалы, аффирмация деген қалайтын нәрсеңді өзіңе сендіру. Мен табыстымын. Мен мықтымын. Мен мықтымын, мен қуаттымын деген нәрсе ол аффирмация. Қалайтын нәрсеңді өзіңе сендіру. Ал енді афформация дегеніміз, оның авторы Нео Сент-Джон, енді көп біле бермейді. Бұл жерде былай, афформация мен аффирмацияның айырмашылығы. Афформацияда 4 қадамы бар. Біріншісі сену керек бұған. Екіншісі позитивті тұрғыда болу керек айтатын нәрсең. Үшіншісі неге орындалғаны, уже орындалған ретінде ету керек. Сосын амал ету керек. 4-еу да. Енді былай сөзбен айтатын болсақ, қалайтын позитивті жағдайды неге орындалғаны ретінде айту. Енді былай айтып көрек. Мысалы, аффирмацияда мен табыстымын. Ал аффирмацияда менің өмірім күннен күнге барлық жағынан жақсы болып келеді. Менің табысым күннен күнге артып келеді деп айтуға болады. Қара, менің табысым күннен күнге артып келеді деген сөз уже артып жатыр деген сөз ғой. Ал сен түп санаңа бәрібір сен не айтсаң да ол қабылдайды. Негатив айттың ба, негатив қабылдайды. Позитив айтсаң, позитив. Бұл тұрғыда позитив еще орындалған ретінде айтып отыр. Көрдің, ода ақыл жоқ па неде, түп санада. Ол саған соның берекені береді да. Не берсең соны сіңіре береді. Бірақ мен оны тағы өңдедім да, енді ислам дінінде жүргесін намаз оққасын мен тағы бір сөз қостым. Неге Алланың қалауымен менің табысым күннен күнге артып келеді? Себебі Алла беріп жатыр ризықтың барлығында. Соны айту барысында сенің мүмкіндіктерің, Алла саған көп мүмкіндік береді да, ашылай береді. Енді осы идеяны патенттеп алу керек. Ислам және байлық дегенге келейікші. Жалпы айтады ғой, мысалға, көп адамдар бай бол, ақша тап дегенде айтады. Жоқ, исламда бай болуға болмайды дейтін адамдар бар, иә. Себебі сен бай болсаң, не дейді? Сен басқаларға тәкаппар боласың, жаңағыдай сол байлықтың буымен кетіп қаласың. Содан кейін мынандай сөз бар ғой, кедейлер жәннатқа бірінші кіреді деген сөздер бар, иә. Байлардан бұрын кіреді деген. Осындай нәрселерді жаңағы неге алады да? Ақ-қараға кетіп қалып тұр. Мысалы, тарихқа қарайтын болсақ, бізде жаңағы Абу Ханифа дейді ғой. Ол ғалымда қарап отырсаң табысты болды, қосымша кәсібін алды. Бұл жерде ол сенің неңе қарай, сенімділігіне. Егер де сен нәпсіңді әлі жеңе алмаған болсаң, сен түсінсең, ақшамен де көп болса тайып кетем-ау деген. Солар айтатын әңгімесі. Ал егер де өзін нәпсін жеңген, жаңағы бағытын білетін, өзін ұстай алатын адам болса, ол табыс келсе, ол берекелі жұмсай алатын, сенімді болса, ол жақсы. Ол себебі медресе салады, тағы мешіт салады, садақалар береді да. Сондықтан аталарымызда тағы бір жақсы мақал бар да. 30-да орда бұз, 40-та қамал ал дейді да. Неге 30-да орда бұз дейді? Біз тәуекелге 30-дың төңірегінде жасайтын затты жасап алуымыз керек екен да. Кәсіп, тағы басқасында. 40-тан кейін қамал ал дегені рухани жаққа кетуіміз керек екен. Қазір көбінде қарыз бар ғой. Қарыздан шығу үшін тағы бір снежный ком деген тәсіл бар. Снежный ком. Қазір Google-ға жазсаңыз шығады, снежный ком деп. Ол жерде былай, мысалы сіздер бір 5 қарызыңыз бар деп айтайық та, 5 несие ма, қарыз ба. Енді содан тез құтылу үшін сіз мысалы 200 000 теңге төлеп отқан болсаңыз айына 220 000 теңге қоса қойыңыз, 20 000 артық қоса қойың да. Сол 220 000 теңгені ай сайын төлеңіз. 20 000 қатты қалтаға ұрмайды. Сөйтіп сізде тез жабылады, жаңағы қысқа мерзімді кредиттеріңіз тез жабылады да.
бірақ сіз тоқтатпаңыз, әбден мынаны жабылғанша сіз 220-мен ұра бересіз да. Мысалы бір кредит жабылып, соның ақшасын қостыңыз да, сол 220-ның ішінде ол да мына кредиттер 2 ай 3 айлап жабылады да, жаңағы 60 айыңыз 1 жыл жарымда бұл ери қояды да. Сондықтан жаңағы былай қарап отырсаң не сияқты? Иә, сондағы цена вопроса 20 000 теңге ғой. 20 000 теңге қостың бар жоғы. И ана таудың басынан бір құрттай қарды дөңгелетші үлкен болып кетеді ғой. Сондай сияқты сенің тез жабылып кетеді да, жаңағы қарызың тез жабылады. Өте жақсы құрал да, қарыздан тез құтылам деген дүниеге. Бірақ бұл жерде тағы тәубе ету керек та. Тәубе еткеннен кейін алмау керек. Біз үстіне ала беретін болсақ, біз мынау сірә жасамайды деп өзімізді не қыламыз да, жолдан тайып кетеміз. Қазақтың мақалдарының өзі, жаңа нақыл сөздерінің өзі бір байымауға алып келетін сияқты осы. Сіз қалай ойлайсыз? Мысалы, ақша қолдың кірі дейді да. Ол дұрыс па? Мысалға жаңағындай ғой. Ақ қараға өтіп кетеді көп адам ақ қараға. Шында понятийный аппарат деген болады. Ол тұста да жаңағы кім Жексен Васильевич ағамыз көп айтады. Адамда понятийный аппарат болу керек. Қазір ақпарат заманы өте көп. Бізде фильтр болу керек та. Енді өкінішке орай бұрынғы айтылып қалған нәрселер біз қазір өзімізден байқауымыз керек. Біз не айтып жатырық? Айтқан сөзімізде ол дұрыс па, дұрыс емес па? Жаңа ақша қолдың кірі деп айтып жатыр. Ол дұрыс емес. Көп, мысалы, мен айта алмаймын, аталарымыздың барлық сөзі дұрыс, дұрыс емес деп. Ол жерде дұрыстар да бар, дұрыс еместер де бар да. Себебі қоғам ғой, қоғамда барлық бес саусақ бірдей болмайды. Сондықтан кері айтылып жатқан сөздер көп, оларды қабылдамауымыз керек. Позитивті керек жағын алып, керек жағын айту керек. Маған ақша маңызды емес, мен шын жүрегіммен істеп жатырмын деймін да. Бірақ кейбір адамдар айтады, жоқ, саған ақша маңызды, егер маңызды болмаса істемес едің дейді. Адам не айтады, сол болады да. Сондықтан мен ойлаймын, жаңағындай айтқан дұрыс сияқты, мысалы, жаңағындай мен табысым, Алланың қалауымен мен табысым күннен күнге өсіп келеді десек, ол береке келе бастайды да. Ал егерде маған ақша керек емес, маған ақша керек емес деп айтатын болсақ, онда ол ақша келмейді да. Маған маңызды емес дейтін болсаңыз, сізге басқа мүмкіндіктер келеді, бірақ сол мүмкіндіктің арасында ақша болмай қалады да. Сондықтан желательно ақшада ұяттық дымы жоқ. Ақша арқылы сен көп жақсылықтар жасай аласың, садақа бере аласың, игі істердің көбін істей аласың да. Сондықтан ақшаны қоса беріңіз. Даже мен кеңес берер едім, санына да айтыңыз. Мысалы, бірдеңе айына бірдеңе миллион табамын. Осынша тапқым келеді деген сияқты. Еще оны жеңіл түрде деп, еще сенімді айтқан дұрыс та. Енді ұстаздар айтады, сенімді, еще жеңіл, еще санымен айтатын болсақ, онда вообще нұр үстіне нұр болады да. Қандай кітаптарды ұсынар едіңіз? Ең маңызды деген 3 кітапты немесе 5 кітапты халыққа айтсаңыз, сіздің пікіріңізбен оқып шықса. Ең бірінші менің оқыған кітаптарым ол «Путь к финансовой независимости», жаңағы Бодай Шефердің кітабы. Одан кейін маған тағы түрткі болған «Богатый папа, бедный папа», потому что ол жерде де уже полный нені фундамент ол жерде. Одан кейінгі тағы ұсынарым, құрттай балдарға айтар едім, тоже Бодай Шефердің кітабы «Money» деген кітабы бар. Ол жерде ақша табудың жолдарын үйретеді, идея айтады. Осы 3 кітапты ұсынар едім. Осы 3 кітапты оқысаңыздар, сіздер точно бай боласаңыздар. Бұйырса, оны қолдану керек. Иә, қолдану керек әрине. Ал фильмдер көресіз бе? Қандай? Мысалға, кейбір адамдар болады, кітапты жақсы көрмейді, бірақ оларға фильмдер, кинолар қатты әсер етеді. Иә, әрине, ара-тұра фильмдер қарау керек. Документальный бар, ішінде секрет деген мысалда, тоже по психология, жаңағы визуализация деген сияқты. Одан бөлек жаңағы по ораторский мысалы TED-тен көп зат алуға болады. Енді көп видеоны да қарап тұру керек, киноны да қарау керек, бірақ мысалы кітаптан белгілі бір, сізде кітапты да мақсатпен оқу керек. Марғұлан ағам жақсы айтады. Кітапты мақсатпен оқу, дәм болсын оқымау керек. Қазір қай тұсың сенде әлсіреп тұр. Әлсіреп тұр. Қай тұста саған бір қажеттілік білім керек, сол бағыттан оқу керек та. Мысалы оның мысалы бос кезде кітап оқыған жақсы да, электронный болсын, қағаз түрі болсын. Егер де сіз көшеде кетіп бара жатсаңыз, кітап оқу мүмкіндік болмаса, аудио кітабын тыңдаңыз. Қазір барлық мүмкіндік бар ғой. Ал егер де сіз жаңағындай кинестетик болмасаңыз, аудиал болмасаңыз, онда визуалсыз видео қараңыз онда. Әркім каналын таңдау керек. Түсінікті. Яғни өзіне қайсы тармақ жақын, сол тармақпен білімді алу керек, қалайда дейсіз ғой. Иә, өзінің каналын таңдаса, бәрі жақсы болады. Рахмет. Расыл мырза, қош келдіңіз тағы да. Үлкен алғысымды білдірем. Осыншама біліміңізді, сол жаңағы тәжірибеңізді бөлісіп жатқаныңызға, менің бір сөзімді қайтармағаныңызға үлкен алғысымды білдірем. Алла разы болсын. Енді көрермендерге айтар лебізіңіз болса, сөзіңіз болса. Айгүл ханым, рахмет шақырғаныңызға. Иә, Алла ісіңізге береке берсін. Жақсы подкаст, жалпы қазіргі таңда ауадай қажет осындай подкасттар, себебі өзімізден кейінгі іні қарындас сіңлілеріңіз көріп,
аз болса да бір түйін алса да ол өмірінде пайда берсе, Алла уже білімді айтады ғой, бөлісіңдер деп та. Сондықтан игі іс, Алла береке берсін. Енді көрермендерге айтатыным, бастысы жаңағы психология, айтып отырмын, 95% психология, понятийный аппарат, фильтрімізді жөндейік, келіп жатқан ақпаратты сараптайық, дұрыс ұстаз табайық. Бір осындай қазір курстар көп қой, қаржы сауаттылық. Мен ұсынар едім, өкінішке орай енді қазақ тілінде білмеймін да, бірақ орыс тілінде Тимур Мазаев деген бар, соның курсын сатып алыңыздар. Қазіргі таңда ол рубльмен айтатын болсақ 25.800 рубль тұрады. Соны алып оқысаңыз, ішінде 400 жол бар ақшаны экономдаудың. Ішінде жаңағы көптеген құралдар бар, көптеген пайдалы дүние бар. Сондықтан сол курсты алыңыздар. Одан бөлек жаңағы айтқан кітаптарды оқып бастаңыз. Сосын қарапайым ең бірінші ақша алдыңыз ба, оны ең бірінші өзіңізге белгілі бір бөлігін алыңыз да жоқ ретінде сақтаңыз. Ең бірінші қадам. Хотя бы осы подкастта осы бір нәрсені жасасаңыз, бізде жақсы болады деп ойлаймын. Алла баршаңызға береке берсін, отбасыңызға амандықта болсын, еліміз тыныш болсын.